Қазір интернет желісінде ақпарат өте көп. ютубта да толып жатыр, бірақ әрқашан ол видеоны көрген кезде кішкене анализ жасап көрейік. Анализ жасау деген не? Бәріміз де сауаттымыз, интернетті іздей аламыз, кітаптар бар. Сондықтан жол қозғалыс ережесі ол деген өте маңызды бір документ. Жол қозғалыс ережесін білу ол жаттап алу емес. Кейбіреулер соны жаттап алады. Бұлай болады, бұлай болмайды деген сияқты. 5-6 жол белгісін білсем болды деп бұрылға отыруға да болмайды. Енді 100 адам бірдей емес. Ішінде ақылды адамдар болады. Ақылды адамдар оларды білмей-ақ машина жүргізуі мүмкін. Бірақ енді барлық адам бірдей емес қой. Сондықтан жалпыға бірдей айтатын себебім, біз деген теорияны оқуымыз керек, міндетті түрде оқуымыз керек, егер өз бетімізден оқи алмасақ. Және теорияны оқығаннан кейін оның ішінде тек қана мына қатып қалған жол қозғалыс ережесі емес, одан басқа оның сыртында қауіпсіздік негіздері деген бар. Яғни көлікті қалай қауіпсіз жүргіземіз? Мәселе осында. Көп адамдар көлікті өтіп үйреніп алады енді. Аяғы жететін кішкентай бала да айдап кетеді ғой. Бірақ негізі статистикаға қарасақ қорқынышты дүние. Авария деген күнде. Адамды да басып жатады, машиналар да соғып жатады. Тым болмаса қаланың сыртындағы жолда төңкеріліп қалып жатады. Неге олай ойлаймыз? Себебі жол қозғалыс ережесі ол ереже. Бұлай болады, бұлай болмайды деп жаңағы нормаларды жазып қойғанда. Ал оның сыртында жаңағы қайталап айтамын, қауіпсіздік негіздері. Яғни көлікті қалай қауіпсіз жүргізу. Ол деген мына көп автомектептің бағдарламасына кірмей қалуы мүмкін, ұзақ болып кетеді деп. Не болмаса бәріне бірдей ұшашқын келмейді, кейбіреулер оны білмеуі де мүмкін. Себебі жаңа ғана жұмыс істеп жүрген адамдар бар. Аспаннан бәрі түспейді ғой, эксперт болып. Үйренеді, ақырындап. Сондықтан сіз кімнің қол астына түсіп оқыдыңыз, ол да белгісіз. Сондықтан сіздерді айтатын, менің каналыма жазылып қойыңыздар, лайк басып, қоңырау басып қойсаңыздар, әрқашан менің жаңа түсірген видеоларым шығып тұрады. Ол видеоларды мен тегін салып отырам. Қалай көлікті қауіпсіз жүргізу, соған байланысты. Сондықтан қарап жүріңіздер. Егер оқу керек болса, кім Алматы қаласында, кім Алматы қаласы болмасын, Қазақстан кез келген түкпірінен, болмаса басқа шетелде оқып жүрген студенттер болсын, или сол жақта қызмет жасап жүргендер, түбінде қайтып Қазақстанға келеміз ғой. Сол кезде Қазақстанда келіп право алғыңыз келсе, менен оқып алсаңыз, нұр үстіне нұр боларды. Сіз үшін, мен үшін емес, әрине сіз үшін, себебі көп нәрсені өзіңіз естисіз. Тағы бір ақпарат беріп кетейін. Күнде кешкі сағат 8-де мен Zoom арқылы сабақ өткізіп отырамын. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері орыс тілінде, сейсенбі, бейсенбі күндері қазақ тілінде. Кешкі сағат 8-де. Егер сол сабаққа қатысамын десеңіз, онда астына жазып қойыңыздар. Мен сіздерді өзімнің сілтемемді жіберемін. Сол арқылы кіріп тегін сабақтар тыңдасаңыздар болады. Онда болса, көріскенше сау болып тұрыңыздар.